Қарахан және Айша бибі кесенесі. Қарахан кесенесі 11 ғасырдағы сәулет өнерінің тамаша туындыларының бірі. Кесенені салу барысында өте шеберлікпен әзірленген 30 түрлі өрнекті кірпіш пайдаланылғаны таңғалдырады. Кесене Тараз қаласындағы Төле би мен Байзақ Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан. Бұл ескерткіш Қарахан әулеті өкілдерінің бірі Шах Махмуд Боғра Қараханның жерленген жеріне тұрғызылған. Кесененің алғашқы құрылысы қирап, 20 ғасыр басында қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Он үшінші ғасырда Қарахан кесенесінің жанында түріктен шыққан моңғол әскербасы ұлық білге Икбалхан Дәуітбек жерленіп, кесенесі тұрғызылған. Бұл кесене жергілікті халық арасында Шамансұр кесенесі атымен белгілі. Оныншы ғасырдың екінші жартысында көшпелі түрік тайпаларының арасында Қарахан тұлғасы аңызға айналып, оларды бір тудың астына біріктіруге шақырған идеологиялық ұстаным ретінде көрініс табады. Нәтижесінде Жетісу, Шу, Талас өңірін қамтитын Қарахан мемлекеті қалыптасады. Қарахандықтар дәуірі кезінде елдің тұрмысы жақсарып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман болған. Ел билеген Қараханды халқы мәртебелі қайраткер ретінде бағалап, әулие тұтып, оның құрметіне кесене салған. Ол туралы аңыз әңгімелер орыс ғалымы Василий Каллаурдың Абдур-Рахим баб атты жазбалары арқылы белгілі. Қарахан жайлы аңыздардың дені Айша бибі тағдырымен байланысты. Сүйген сұлуы Айшадан қапыда айырылып қалған Қарахан оның басына кесене орнатады. Өзі де өмірден өтер шағында Айша бибінің кесенесі көрініп тұратындай етіп жерлеуді тапсырады.